шақыртамыз қазір. Екі ел ауызға төртеулі қақпақ. Астанада айлықты дұрыс төлеуді талап еткендерді полиция қамап тастады. Жаланы Боқаев пен Уланға бердік, негіз заказчиктегі басқа адам кескен жоқ мен. Куәгер неге екі сөйледі? Алдымен Боқаевқа қарсы күштеп куәлік еттірді деген адам енді белсендінің өзін айыптап жатыр. Қазақстанда қосымша құн салығы өскелі бері кәсіпкерлердің күрт азайғаны айтыла бастады. Үкімет артық қыламыз деп тыртық қылып алмады ма? Армысыздар, Азат Ньюс көрермені. Бүгін бейсенбі наурыздың 19-ы, назарларыңызға маңызды оқиғаларды ұсынайық. Сіздер тақырыптарға орай белсенді түрде пікір жазып, көбірек лайк басып қойсаңыздар. Астанада айлықты дұрыс төлеуді талап еткен Елорда экосистем кәсіпорнының кемі 8 жұмысшысы 5-10 күнге дейін қамауға алынды. Тағы 11 адам сот отырысын күтіп отыр. Наразыларға құқық қорғау органы қызметкерлерінің заңды талабына бағынбау бабы бойынша айып тағылғаны хабарланды. Бүкіл жеңіл мәшеміздің жол жағымызда әкімді шақыртамыз қазір. Дәп осы сыға шығар берсе. Далаға шығыңыздар, мына жерде міне менің айтатыным, міне жігіттер сөйтеміз бе? 17 наурызда Елорда экосистем компаниясының 200 шақты қызметкері мекеме кеңсесіне жиналып наразылық білдірген. Олар басшылықтан жалақы мен сыйақыны дұрыс есептеп төлеуді талап еткен. Көп өтпей оқиға орнына полиция келіп жұмысшыларды ұстап әкетеді. Астана қалалық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі ауданаралық сот қаулысында бір топ адам уәкілетті тұлғаның тәртіпсіздікті тоқтату талабын елемей қарсылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылғаны жазылған. Кеше құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина жалақы мәселесін көтеріп, ізінше ұсталғандардың тізімін жариялады. Бұл жердегі негізгі талабымыз бізге тексеріс керек. Қатты тексеріс керек. Даже возможно руководство пусть поменять. Біз бұл кісілермен жұмыс істеуге қарсымыз. Біз бұдан бір жыл бұрын біз бұнда басқа бастық болғанда жұмыс істегенде біз уақытында премиальныйымызды алдық. Еңбегіміз бағаланды. Айлық жаңа 320 мың қолыма алады. Мен құрот машина жасаймын, кейінмен тездетемін. Қараңыз, жаңа 160 мың берем келісім шартпен. Коммуслуга деген қымбаттап кетті, оны айтпай қойып білесіз. Біздің бала бақшамыз бар. Жас семьямын мен, былай қарап тұрсаңыз. Пәтеріңіз жоқ? Пәтерім жоқ. Соның бәріне жеткіземін, келіншегім магазинге шығып күністеп бүйтіп тартып сөйтіп жеткізіп жатыр. Зордың күшімен. Жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды дейді. Бұл кісілер жау көріп алғанда біз только бір нәрсе болса біз просто жөн сұраймыз да, бұл кісілермен ешкім қырылысып жатқан жоқ, төбелесіп жатқан жоқ. Жөнімізді айтып жатырмыз да, просто жөн. Біздің де білгіміз келеді. Неге бізге премиясы, неге зарплата осылай болмай жатыр деп. Соны білген соң бұл кісілер алады да милициялар шақырады, бір жерде біреуді қырып жатқандай. Елорда экосистем компаниясы 2020 жылы құрылған. Кәсіпорын негізінен нөсер суын, дренаж және жер асты суын арнайы жүйе арқылы бұру қызметін көрсетеді. Яғни компания жұмысшылары жаңбыр суы жүретін құбырларды тазалаумен айналысады. Азаттық ұсталған азаматтардың кейбірінің туыстарымен сөйлесті. Олардың сөзінше жақындары 17 наурыз күні таңертең әдеттегідей жұмысқа кеткен, қандай да бір наразылық болатыны жайлы ештеңе демеген. Кешкісін уақытында жұмыстан оралмаған соң алаңдай бастадық дейді. Кейін түнгі сағат 1-дің шамасында қоңырау шалып өздерін полиция бөліміне алып кеткені хабарлаған. Компаниясында жалақы мен сыйақы мәселесі 1 жылдан бері көтеріліп жүр дейді олар. Жақындардың сөзінше басшылық оны реттеудің орнына талап еткендерге түрлі қысым жасаған. Енді өзге ақпарат. Кеше тұтқындалған қоғам белсендісі Санжар Боқаевқа қатысты 2 бірдей видео жариялады. 2 видеода да былтыр Бауым тоғайындағы ағаштарды кескені үшін сотталған бір адам сөйлейді. Сөйлегенде бірінде Боқаевты арашалайды, екіншісінде айыптайды. Біріншісінде қорқытты, ұрды, соқты деп тергеушілерді кінәлайды, екіншісінде Боқаевтың сөзін сөйлетті деп адвокатты сөгеді. Неге олай істеп отыр? Мән-жайды Мейірім Бақытжанның видеосынан білейік. Жаланы Боқаев пен Уланға бердік, негіз заказчиктегі басқа адам кескен жоқ мен. Журналист Вадим Барейко өткен түнде Фейсбукте осы видеоны жариялады. Оған мұны кеше қамалған қоғам белсендісі Санжар Боқаевтың әйелі берген. Видеодағы адам полиция мені Боқаев пен оның көмекшісі Уланға қарсы жалған куәлік беруге мәжбүрледі, азаптады деп жыларман күйде сөйлейді. Мен ұстап алып келген опер камера жоқ жерге апарып ұрғанда сосын анаға барып видеоға түскем.
Сол видеода бар камера атын ұрғандары сізді түскендері. Қолымда наручник кигізіп қойып жатқызып ұрған мені. Следствоға адвокат бер десем, адвокат берем деді, бірақ қызыл адвокат дежурный адвокат дымда білмейді, братан ол бар ғой. Жаланы кімге жапсын деп отыр? Жаланы Боқаев пен Уланға бердік. Негіз заказчик деген басқа адам кескен жоқпын мен. Бәрі мойныңа алсаң, сен штрафпен ғана құтылтырамыз. Сен бізге жәрдем бер дейді. Ақша мәселесі, үй мәселесі бәрін алып берем дейді. Видеодағы адамның сөзіне қарағанда, тергеушілер оған не айту керегін үйреткен. Тергеуге қажет видеода кесілген ағаштың қайсысын көрсетуі керек екеніне дейін нұсқаған. Азаптаған, өміріне қауіп төнетінін айтып қорқытқан. Видео Алматы қалалық полиция департаментінің кіреберісінде 2 ай бұрын түсірілген. Оны түсірген адвокаты Диас Ахметов. Мен бұл видеоны түсіруім себебі... Бұл видеоның ізін ала бүгін таңертең осы адамның басқа видеосы шықты. Оны анонимді телеграм арналар таратты. Видеода ол өзін Түркістан облысының тұрғыны Ахлидин Хамрақұлов деп таныстырған жігіт бұған дейінгі видеода айтқандарынан бас тартады және оған мәжбүрледі деп өзінің адвокатын айыптайды. Оның сөзінше, Баум тоғайындағы ағашты кесуге де, гранит тас сатып әкелуге де Санжар Боқаевтың өзі тапсырыс берген. Ағаш кескен үшін ақысына 100 000 теңге алған. Хамрақұлов видеода полиция департаментіне тергеу изоляторына шағымым жоқ деп қайта-қайта айтады. Қазақстанда заң бар екен, Құдайға шүкір. Мен анда жерде жалдамалы жұмысшымын. Маған айт деді, айттым, әкеп бер деді, әкеп бердім, кес деді, кестім, Рошу Бауманы кестім. Гранит, үлкен Алматы өзенінде гранитті сатып алып кеп бер деді, сатып әкеп айтқан жеріне түсіріп бердім. Тергеу изоляторында жатқан кезімде Диас Ахметов деген бір адвокат келді. Мен Санжар Боқаевтан келіп тұрмын. Сол беріп атқан көрсетмең наоборотын бересің деді маған. Жарайды дедім. Сосын сен анда жерге ДВД-ға барғанда шум көтересің деді. Если сен шум көтеретін болсаң, мен сені алып шығамын деді. Мен сотталып кетуімнен қорқып, амалым жоқ, сонымен келістім. Бұл видеоны Хамрақұлов өз еркімен түсірді ме, жоқ па анықтау қиын. Бірақ оның Баум тоғайындағы ағашты кескен үшін биыл ақпанда 2 жыл шартты жаза алғаны рас. Сот үкіміндегі ақпаратқа қарасақ, былтыр 24 қазан түнгі уақытта ағаш кесуге барғанда жанында тағы 2 адам болған. Бұл жұмысты оларға Бақытжан есімді адам тапсырып, осы үшін 100 000 теңге берген. Оны 3 адам бөліп алған. Тергеу Бақытжан деген адамның кім екенін анықтамаған. Хамрақұловты сотта адвокат Диас Ахметов қорғаған. Ол азаттыққа Хамрақұловтың соңғы жазған видеосындағы сөздері жалған дейді. Жала жауып отыр деп санайды. Видеосын бүгін көріп, маған жала жауып отқан, соған аң-таң болып отырмын. Ол қалай болғаны деп. Бір ғана ойға келіп отырмын, мен бұл жалған видеоны мен туралы түсірген себебі сол Санжардың үстіне бұл балалар жала жауып, мені ол баланы құтқарып шығарып алғанымды, оның барлығы маған да жала жауып отыр. Ахлидин Хамрақұлов деген жігітті сот арқылы шығарған менмін. Ол 2 ай тергеу изоляторында болған, 2 айдан артық ұстады оны. Ондан кейін оны алып кетіп, защита свидетель деген программа бойынша басқа бір квартираларға апарып тықты. Сол жерден бұл жігіт маған звондап, жылап, аға көмегіңізді беріңіз. Мен мына жерге қиналып кеттім бала-шағамен деп сұрағаннан кейін оған көмегімді бергем. Екеуміздің арамызда келісім хатта бар, договор дейді ғой, ол да қолымызда бар. Заңсыз мен ешкімді қорғауға қолымда құжат болмаса кірісе алмаймын. Мен департамент полицияға кірген кезінде тура кіреберісте сол баланы жұлқылап ішіне кіргізіп отыр екен. Мен өзім уведомлениемді көрсетіп, куәлігімді көрсетіп, қолда кішкентай 3 жасар қызы бар. Ахлидин не болды түсіндіріп жылап айтқан сөздері. Себебі мен Ахлидинмен басқа жерден кездескен емес, басқа жерден оған оқытып үйрету мүмкін емес. Ондай жағдай болған емес бізде кездесу. Құдай бұйырса, міндетті түрде Санжар Боқаевтың қорғаймын деп ойлаймын. Қорғауға кірісемін. Себебі Санжарға жала жабылып отыр. Ол Санжарға жала жапқаны аздай, мына жігіт Хамрақұлов деген менің үстіне жала жауып отыр. Біз Санжар екеуміз дос емеспіз. Ол Қазақстанның азаматы. Дәл өзі сияқты осы қалаға жүрегі ауыратын жігіттердің бірі. Сондықтан ол жігіт маған ұнайды. Қолымнан келгенше әрекет етіп көмектесемін.
Хамрақұловтың полиция қызметкерлері мені азаптады, жалған куәлік беруге мәжбүрледі деген сөзіне байланысты Алматы полиция департаментінен жауап алу мүмкін болмады. Баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек Азаттық тілшісінің қоңырауына да, хатына да жауап бермеді. 44 жастағы қоғам белсендісі саясаттанушы кәсіпкер Санжар Боқаевтың ұсталғанын 18 наурызда бас прокуратура хабарлады. Ол жалған ақпарат таратты, аса ірі мөлшерде ақша жымқырды, қоғамда теріс пікір қалыптастыру үшін видеолар жариялады дейтін күдікке ілінген. Санжар Боқаев кейінгі жылдары желіде жемқорлық пен заңсыздықты әшкерелейтін видеолар көптеп жариялады. Ол Алматыдағы Баум тоғайында ағаштарды әлдебіреулер әдейі кесіп кеткен туралы видео түсірген. Үлкен Алматы өзені бойындағы гранит тастарды әлдекімдер жеке пайдасы үшін әкеткенін әшкерелеген. Қала орталығындағы брусчатка тастарды біреулер түн ортасында тиеп, жеке үйге апарғанын көрсеткен. Видеолары жүздеген мың қаралым жинап, желіде қызу талқыланды. Хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа салық кодексі Қазақстанда тұратын адамдардың жартысынан көбінің тұрмысына кесірін тигізіп, шығынын өсірген. Бірінші кезекте тауар мен қызмет бағасы қымбаттап, соның әсерінен адамдар азық-түлікке жұмсайтын ақшасын үнемдеуге мәжбүр. Бұл пікірді Демаскоу бюросының сарапшылары жариялады. Ұйым 17 облыс пен Астана, Алматы, Шымкентте тұратын 1100 адамнан жаңа салық кодексінің әсері туралы сұраған сауалнама қорытындысын қысқаша шолып шығайық. Биыл 1 қаңтардан бастап елде шағын және орта бизнеске салынатын қосымша құн салығы 16%-ға өсті. Бұл салықты енді қаржы айналымы 43 миллион теңгеден асатын компанияның бәрі төлейтін болды. Бұрын қаржы айналымының шегі 78 миллион болған. Демаскоп сауалнамасына қатысқан тұрғындардың 77,6%-ы салық өзгерісінен кейін шығыны өскенін айтқан. 54,4%-ы шығыным айтарлықтай өсті деген. 23,2%-ы аздап өсті деген. 16%-ның шығынына салық реформасы әсер етпеген. Шығынның өсуі көп адамды ақшасын үнемдеп жұмсауға мәжбүрлеген. Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы, яғни 44,5%-ы азық-түлікті аз ала бастаған. 36,1%-ы киім-кешек ақшасынан үнемдеген. 28,3%-ы таксиді аз шақырып, жеке көлігінің шығынын азайтқан. Жаңа салық кодексі күшіне енгелі сауалнамаға қатысқан тұрғындардың жартысынан астамына тауар мен қызмет бағасының өскені ауыр тиген. Азаматтардың 26,3%-ында қаржы тұрақсыздығы туралы уайым пайда болған. 16,2%-на жаңа салық ережесі қиын тиген. 15%-ның табысы азайған. 5,1%-да жұмыстан шығып қаламын деген қорқыныш бар. Респонденттердің 16,6%-ы еш қиындық болған жоқ деген. Сауалнамаға жауап бергендердің жартысынан көбі, яғни 65%-ы қосылған құн салығы көтерілгені тұрмысын нашарлатады деп санайды. 40,5%-ы айтарлықтай нашарлайды десе, 24,5%-ы өмірім аздап нашарлайды деп жауап берген. Қосылған құн салығы өсуінен позитив көретіндер де болған. 8,2%-ы өмірім аздап жақсарды деген. 13,3%-ы салықтың өсуінен тұрмысында өзгеріс болмайды деп біледі. Былтыр шілдеде президент қол қойған салық кодексі биыл 1 қаңтардан күшіне еніп еді. Қазақстан үкіметі салық реформасын бастағанда бизнес көлеңкеден шығып, салық түсімдері артады деген уәж айтқан. Салық реформасындағы ең үлкен өзгеріс биылдан бастап қосылған құн салығы 12-ден 16%-ға көтерілді. Бұл өзгеріс тауарлар бағасына тікелей әсер етеді. Өйткені салықты бизнес төлегенімен олар шығынды көбіне тауар мен қызмет бағасын өсіру есебінен өтейді. Қосымша құн салығын төлейтіндер критерийі өзгеріп, бұл салық түрін төлеуге міндетті болатын компанияда артады. Бұдан бөлек, бұрын 7 түрлі арнайы салық режимі болса, енді олар біріктіріліп 3 режим ғана қалды. Сарапшылар бұл шағын және орта бизнеске түсетін салық жүктемесін арттырып, олардың шығынын көбейтеді деп ескерткен. Бірақ үкімет жоспарлағандай республикалық бюджетке салық түсімі артқаны рас. Ресми дерек бойынша жыл басынан бері 2 айда мемлекетке 2,9 триллион теңге түсіп жоспарланған мөлшерден 13% асқан. Бұл былтырғы жылдың тап осы кезеңімен салыстырғанда 677 миллиард теңге көп. Үкімет басшысы таяуда жарияланған мақаласында бұл өзгеріс туралы былай деген.
Салық реформасы уақытылы қабылданған шешім болды. Ол қордаланған мәселелердің жауабын табуға жол ашты. Салық реформасы айқын әрі әділ жүйені қалыптастыруға, бизнестің жасанды түрде бөлшектену мүмкіндіктерін азайтуға және адал әрі әділ бәсекелестікке жағдай жасауға бағытталған. Ұлттық статистика бюросының дерегінше биыл қаңтар-ақпан айларында 65 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі жабылған. 73.400 жеке кәсіпкер қызметін тоқтатып, олардың саны 4,7%-ға азайған. Есепші әрі азаматтық белсенді Дархан Шәріп мұны салық реформасының салдары деп біледі. Оның сөзінше қазір компаниялар ауырлай түскен салықтан қашу үшін не қызметін тоқтатып жатыр, не компанияларын бөлшектеп жатыр. Маманның пікіріне құлақ түрейік. Қазір біздің Қазақстанда 2026 жылдан бастап жаңағы жеке кәсіпкер мен заңды тұлғалар арасында екі жағдай көруге болады. Біріншісі ол кейбіреулері, яғни жаңа салық кодексінің әсерінен салықтың көбейгенінен жабылып жатырса, екінші заңды тұлғалар мысалы бөлшектеніп жатыр. Заңды тұлғалармен іштеу үшін бөлек жаңағы компания ашып жатыр. Жеке тұлғалар жай физлицо дейді ғой, жеке тұлғалармен істеу үшін бөлек компаниялар ашып жатыр. Яғни жаңа салық кодексіне байланысты, егер сен заңды тұлғамен жұмыс істейтін болсаң, онда сенің жаңағы салық мөлшерің көбейеді. Сондықтан олар оптимизация дейді ғой, яғни кейбір өздерінің табыстарын тек жеке тұлғалармен істейтіндермен жасап отыр да, кейбіреулерін заңды тұлғалармен істейтін тек бөлек сондай компания ашып жатыр да. Мен енді қазірден қарап отырғаныма, мысалы мен осы жыл басталғаннан бері 7 компания жапсам, мысалы, жаңадан ашылып жатқан 3 болып жатыр да. Қалғандары бағасын көтеріп жатыр. Жоқ, менің ойымша, мысалы, бастапқы реформалар айтылып жатқан кезде, менің ойымша, мысалы, упрощенный режим дейді ғой, олар 3% төлеп жатыр дейді, олар 3%-ның орнына, мысалы, 6% деп қоюға болатын, НДС-ті көтермей, 12%-тен қалдырып, жаңағы разницаны 3% аз былай қарасаң, соның орнына 6 деп қойса да адамдар төлеуші еді, 10 деп қойса да адамдар төлеуші еді. Олар бірден, мысалы, НДС-ті көтеріп жатыр, НДС-ке тұру порогын түсіріп жатыр. Және сонымен қатар упрощенный режимді де жаңағы енді 3 деп айтты, енді бірақ ол маслихаттың шешімімен 6-ға дейін көтерілуге болады деп шешті ғой, енді әрбір регионда өзінің ставкасы болады. Егер адам көрсетпеймін десе, мысалы, өзінің табысын ол көрсетпейді, оны ешқай жерден сен оны көре алмайсың. Менің ойымша, мемлекет бизнеске тиімді және екі жаққа да тиімді жағдай жасау керек. Сол кезде бизнес өз-ақ шығады. Жаңағы көлеңкеден өз-ақ шығады. Сен қана оған жағдай жасап отырсаң болды. Егер сен оны қышпақтап, жаңағы әрбір тиынын санап, оның салықтың мөлшерін көбейтіп атсаң, әр жылдан жылға сайын, онда жаңағы кәсіпкерлер олар одан сайын тыға бастайды, одан сайын жасыру амалдарын іздей бастайды. Мысалы, мен осы 10 жыл мысалы бухгалтермын мен, осы 10 жылдың ішінде мен көріп жатырмын, көп адамдар ақырындап жылдан жылға сайын мысалы көлеңкеден шығып жатқанын көріп жатырмын. Бірақ жаңа соңғы салық кодексіне байланысты енді бұл жаңағы ситуация енді кері қайтады деп ойлап жатырмын да мен. Бүгін мәжіліс депутаты Азат Перуашев Бес медиа сайтына мақала жазып, жаңа салық кодексіне байланысты үкіметке сын айтты. Ол өзі жетекшілік ететін Ақжол партиясы салық реформасына қарсы болғанын, бірақ өздерін не үкімет, не басқа фракциялар қолдамағанын жазған. Перуашевтың айтуынша жаңа кодекс шағын және орта бизнеске қосымша шығын әкеліп, оны әлсіретіп отыр. Дегенмен депутаттың сөзінше түпкілікті қорытынды жасағанға әлі ерте, 3 айда не жарты жылда мұның салдары көрінеді дейді ол. Перуашевтың мақаласынан үзінді келтірейік.
Үкімет салық түсімі артты дегенде, әрең күн көріп отырғандарды соңғы сөліне дейін сығып алып жатыр ма деп қалам. Мына мысалды бұрында айтқанмын. Сенің бір сиырың болса, оны бағып, сүтін сауып, ірімшік, сүзбе, май жасап, төл алып, табысыңды көбейте аласың. Не болмаса, сойып тастап, 1-2 ай тоқ жүре аласың. Бірақ етің таусылғанда түксіз қаласың. Біздің салық органдарының қазіргі әрекеті осыған ұқсайды. Біз азық-түлікке қосымша құн салығын 0% етейік деп ұсындық. Өйткені бұл халықтың өмір сүру деңгейіне тікелей әсер етеді. Қазір елде отбасылар табысының 60%-на дейін азық-түлікке жұмсайды. Бұл біздің азаматтар, мемлекет соларға жауапты. Үкімет осы өзгеріспен қатар бағасы реттелетін әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізімін кеңейтіп те жатыр. Бағаны төмендетуді талап етсеңіздер, ең алдымен осындай өнімдерге қосымша құн салығы мөлшерлемесін азайту керек. Өйткені құн салығы тауардың өзіндік құнына қосылатын жанама салық. Бір қолмен салықты өсіріп, екінші қолмен бағаны түсіру деген мүмкін емес. Экономика олай жұмыс істемейді. Жаңа салық кодексінің кәсіпкерлерге, қарапайым тұтынушыларға әсері жөнінде мәжіліс депутаты Республика партиясының мүшесі Айтуар Қошмамбетовпен сөйлестім. Ол салық кодексін қайта-қайта өзгерте берудің шетелден келетін инвестицияға кері әсері барын айтады. Қысқа сұхбатымның басында депутаттан жаңа салық кодексі күшіне енген қаңтардан бері тауардың, қызмет ақысының қымбаттауы өзіне қалай сезіліп жатқанын сұрағанмын. Жауапқа назар аударыңыздар. Әрине сезіліп жатыр. Бізде күнделікті өмірде күнде тауар аламыз, қызмет түрлерін тұтынамыз. Сондықтан күнделікті өмірде де байқалады. Бірақ соңғы 3-5 жылда бір тауар немесе қызмет түрлерін арзандаған көрген емеспін. Бізде күнделікті тұтынушы ретінде бағаның өсуіне үйреншікті болып кеткен сияқты. Бірақ нақты салықты айтатын болсақ, оның әсері тікелей білінуде. Мысалы, күнделікті біз қолданатын телефон байланысы, интернет, коммуналдық қызметтің нақты өзінің қосылған құн салығы деген графасы көбейді. Ондай нәрселер көп тікелей байқалады. Өзіңіз айтып жатқандай, жаңа соңғы 4-5 жылдағы қымбатшылықты осы жаңа салық кодексі қайтадан қарқындатып, үдетіп жіберген жоқ па? Оның үлесі бар. Енді психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, оның нақты бір себепкері бар деп айтсақ болады. Салық кодексі және салықтың көбеюі. Бірақ біздің түсінен енді үкіметтің айтуы бойынша қосылған салығы 4% көбейді. Алайда оның өзінің жеке масштабын алатын болсақ, және кәсіпкерлік көзқараспен қарайтын болсақ, ол қосылған құн салығы 33% көбейді. Бұл дегеніміз, оның әсері мультипликативті эффектісі бар. Сонымен қатар B2B саласында, яғни бизнес-to-бизнес қарым-қатынастарында шектеу қойылды. Ол осы жеңілдетілген, оңайтылған салық режиміндегі кәсіпкерлер соған енді душар болып қиыншылық тудыруда. Сондықтан бұның да тікелей қымбатшылыққа әсері бар. Қоғамның пікірін саралайтын Демоскоп бюросы мен Медианет халықаралық журналистика орталығы өткен айда жүргізген сауалнамада қазақстандықтардың 77.6% шығындарының артқанын айтқан екен. Олардың басым бөлігі бұл өзгерістер ең алдымен тауарлар мен қызметтер бағасының өсуімен байланысты екенін, сондықтан азық-түлікке, киім-кешекке және көлік шығындарына үнемдеуге мәжбүр болған. Респонденттердің 65% қосылған құн салығының өсуі олардың өмір деңгейін нашарлатады деп есептейтін айтқан 65%. Кодекс салық түсімдерін арттыруды көздейтін түсінікті, алайда ол күшіне енген соң тауар мен қызмет түрі қымбаттайтыны анық болды. Осы ретте мемлекет әлеуметтік салдарды жеткілікті түрде саралап ескерді деп есептейсіз бе? Менің ойымша, бұл сұрақты екіге бөлсек болады. Біріншіден, салықтың ұлғаю, көбею бұл енді өмір процесі. Шын айтқанда қосылған құн салығы кезінде біздің елімізде 20% болған кездер болған. Бұған да себеп бар. Қазіргі таңда енді бюджетіміздің жетіспеушілігі, яғни біз жарататын ақшамыз, пайдатын табатын ақшамыздан көбірек болып тұр, сондықтан бұны реттеу керек. Ал негізі мен енді кәсіпкерлердің ызасын тудыратын және де менің өзімде ұсыныс берген басқа тақырыптар бар. Яғни бұл осы салық кодексінде көрсетілген
қарым-қатынастарды бұзбау өтінішіміз бар еді. Яғни салықты көбейтсе де, егер қарым-қатынас бұзылып жатса, бұның әсері баға көбеюден де көбірек. Яғни бұрын кәсіп жасап жүрген кәсіпкерлер жабылуға мәжбүр болады, арзан тауарлар қымбаттайды, шектеу, осы B2B саласында шектеу бар. Соның барлығын әсері, оны санай алмаймыз. Мысалы, салық көбейсе біз оны нақты санай аламыз әсерін, ал осындай бір шектеудің әсерін біз нақты санай алмаймыз. Яғни оның әсері ұзаққа созылып, кейбір азаматтар жұмыссыз қалуы мүмкін, кәсіптер жабылып. Сондықтан әрине бұл әр адамға әсер етеді, бірақ менің ойымша салық заңнамасының өте маңызды және де мысалы шетелдік ең үлкен ірі елдердің неге инвестиция құйылатын себебі салық заңнамасы жиі өзгермейді. Ал өзгерсе де тек қана ставкалар өзгеріп, қарым-қатынас жағы қалпында қалады. Осы мәселені мен де айтып жүрдім, яғни болашақта біз өзіміздің азаматтарымызға және шетелдік инвесторлерге сондай месседж бергіміз келсе, Қазақстанға ақша құйыңыздар, бизнес жасаңыздар десек, салық заңнамасын жиі өзгертудің қажет жоқ. Әсіресе қарым-қатынас сұрақтарын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы қаңтар айында өткен құрылтайда салық кодексін қайта қарауды тапсырған еді, түзетуді тапсырған еді. Яғни бұл қасиетті кітап емес, өзгермейтіндей. Қайтадан өзгерістер енгізуге болады деген пікір айтқан еді. Жаңа сіз айтып отырсыз, енді салық заңнамасы өзгермегені, тұрақты болғаны дұрыс еді деп. Содан бері не өзгерді? Мысалы, президенттің тапсырмасынан бері құрылтайдан айтылған. Бір нақты үлкен өзгерістер, ауқымды өзгерістер болды ма? Енді салық заңнамасының ерекшелігі бар. Ол басқа заңдар сияқты андай тез қарқынды өзгере салмайды, оған шектеу қойылған, яғни мысалы бүгін біз салық заңнамасына өзгеріс енгізгіміз келсе, оны 1 шілдеге дейін ұсынып, бүкіл сатыдан өтуіміз қажет. Яғни мәжілістен, сенаттан президент қол қойып, ал күшіне ол тек қана келесі жылдың 1 қаңтарында ғана енеді. Яғни жылына бір-ақ рет өзгеріс енгізуге болатын заңнама. Бүгінгі таңда арнайы жобалық офис құрылды. Оны басқаратын премьер-министр орынбасары. Сол жобалық офисте 80-дей ұсыныс қаралып, салық заңнамасына қазір мәжіліске ұсыныстар енгізілейін деп жатыр. Ал менің айтып жатқаным, осы бұрыннан бері 30 жылдан бері қалыптасқан қарым-қатынастарды бұзбау туралы ұсынысым бар еді. Яғни осы мен айтқан B2B мәселесін біз қайта қарауды ұсынып жатырмыз. Яғни мүмкіндік болса, осы сатыда қайта қарауды ұйғаруды жөн деп санаймын, өйткені оның салдары өте зор. Қазірдің өзінде мысалы мемлекеттік сатып алу саласында біраз қиыншылықтар туып жатыр. Монополистерден, квазимемлекеттік сектор самұрық-қазына сияқты үлкен ірі, мысалы Алматы сумен, жылумен қамтитын үлкен монополистер сала тарапынан да осы тек қана бір өзгерістің әсерінен қиыншылықтар тууда. Оның барлығын кейін салдарын өзгерткенше басындағы себебін өзгерткен дұрыс деп ойлаймын. Осы пікіріңізді сіз кеше мәжілісте жиында айтқан едіңіз, яғни шағын және орта кәсіп өкілдерінің болашағын алаңдап депутаттық сауал жолдағаныңызды естідік. Бұл сіздер былтыр қабылдаған осы жаңа салық кодексі Қазақстанда жеке кәсіппен айналысуды қиындатып жібереді деген сарапшылардың бұған дейін айтқан, халықтың бұған дейін айтқан сын пікірін бір ресми түрде мойындау сияқты ма сонда? Республика партиясы осы салық кодексі қарауын барысында және де кейіннен бірнеше депутаттық сауал жолдаған осы тақырып бойынша. Яғни салық кодексі шағын кәсіпкерлер мен ірі кәсіпкерлердің арасында қарым-қатынасты жоюға енді әсер етіп жатыр. Яғни бұрынғы нақты статистиканы алатын болсақ, мысалы осы бұрынғы салық кодекс кезінде, яғни 25-ші жылы бізде 2.200.000 кәсіпкер болса, оның 1.9 миллионы осы оңайтылған салық режимінде болған. 26-ші жылда 1.2 миллион, яғни арасында 700.000 кәсіпкер түсіп қалды. Олардың барлығы кәсіптерін жапты, немесе жалпы режимге өтіп жатыр. Бірақ шын айтқанда осы оңайтылған салық режимінің басымдылықтарын қолдана алмай жүр қазіргі таңда. Өйткені
оңайтылған салық режимі қазір ірі кәсіпкерлерге өз қызметтерін, тауарларын сата алмайды, көрсете алмайды. Яғни бұл деген үлкен кедергі. Ол шағын кәсіптен ортаншы кәсіпке, одан кейін үлкен кәсіпке өсудің тетіктерін жауып жатыр. Ал бұл мәселе нақты салық кодексінде андай новелла ретінде көрсетіліп, бізге бүкіл сұрақтардың бәрін шешеді деген ұсыныс болды. Бірақ шын айтқанда, дүние жүзінде ең бірінші бұндай шектеуді қойған біздің Қазақстан. Менің ойымша бұл орынсыз ұсыныс болды. Және де бұны біраз талқыладық. Өкінішке орай, осы кәсіпкерлерді қолдайтын депутаттарды оған қолдау болмады. Енді болашақта тағы да осыны өзгертуге тырысамыз деген ойдамын. Сіз осы салық кодексі күшіне енген жыл басында бір ақпарат құралдарына берген сұхбатыңызда үкіметті сынағансыз, яғни халықты жау көретін сияқты жөнді түсінікті тілмен өзгерістерді түсіндірмейді деп. Әлі де сол пікірдесіз бе? Неге олай деп айттыңыз? Енді жау деп қатты кетіп қалған шығармын, бірақ шын мәнінде халыққа жетіспейтін ашық, түсінікті информация, мәлімет. Яғни, менің ойымша, министр болсын, вице-министр болсын, әкім болсын, осылай тікелей эфирге шығып, әлеуметтік желіні қолданып, ол қолжетімді ғой қазіргі таңда. Әрқайсымыздың телефонымызда бар. Кез келген заңнамаға өзгерісті ашық, жариялы және жеңіл түсінікті тілмен айтса, онда халықтың да андай ызасын немесе басқа да андай көңіл күйін бұзбайтындай қылып, ары қарай жұмыс істеп кетуші едік. Алайда бүгінгі таңда кез келген өзгеріс ол құпия ретінде қабылданып, оның жұмыс барысы қалай болып жатыр, түсініксіз сұрақтар туындайды. Енді осы жылдың басынан ақ бірнеше мысал айтып кетсем болады. Мысалы, ұлттық тауарлар каталогы енгізіліп жатыр. Ол бүкіл импорттаушылар, өндірушілер, тауар сатушыларға байланысты үлкен жаңа норма. Оны сол арнайы базаға енгізу туралы шешім. Ал оның сұрақтары өте көп. Оны қалай енгіземіз, қалай тауардың атауын қоямыз, оны бағдарлама жұмыс жасай ма, жасамай ма. Сол мәселені біз көтермегенше, мен нақты өзім депутаттық сауалымды жолдадым, бірнеше кездесу өткіздім. Содан кейін ғана арнайы колл-центр ашылып, кішкене жариялы түрде жұмыс басталды. Кез келген қабылданған шешім ол енді біраз адамға байланысты, олардың өмірлерін өзгертіп жатыр. Сондықтан тікелей сол жұмыс жасайтын адамдарға түсіндіру қажет. Олармен бірге бірлесе отырып, күнделікті жұмыс жасау қажет. Ал шешімді тек қана заң түрінде, бір үкімет шешімі ретінде ғана қала қоймайды. Ол нақты әсер ететін азаматқа дейін жетіп, түсінікті болу қажет. Түсінікті болды. Депутат мырза, уақыт тапқаныңызға, сұхбат бергеніңізге рахмет. Аман сау болайық. Рахмет. Бейсенбіде әзірлеп үлгерген ақпаратымыз осындай болды. Өзге жаңалық сайтымызда. Азаттықты әлеуметтік желінің бәрінен таба аласыздар. Парақтарымызға тіркеліп алыңыздар. Ал Азат Ньюске пікір жазып, лайк басуды естен шығармайық. Қайта көріскенше күн жақсы.